Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламыз. Олай болса, сабағымызды бастайық. 49-ші сабақ салауаттылық сабағы. Өлеңнің мазмұнын суретпен салыстырып, бүгінгі сабақта әңгімелейтін боламыз. Мақалдың мағынасын ашуды үйренетін боламыз осы сабақта. Бірінші сұрақ: салауаттылық деген сөзді қалай түсінесің? Салауаттылық деген денсаулықты сақтау үшін жасалатын әрекет деп түсінеміз, балалар? Келесі тапсырма бізде: түсініп оқы. Салауаттылық деген не? Салауаттылық сергекте, таза жүру өмірде, адамзаттың келбетке дақ түсірмеу тегінде, бала болма тырысқақ, қылығыңды ел сынар, таза ауамен тыныстап, бой қыздырып тер шығар. Салауатты салтты ғып, таңда жолдың дұрысын, спортсменнен жаттығып, жаз денеңнің құрысын. Өлеңнің авторы Арасанбай Естенов. Бұл жердегі балалар сергек дегеніміз жеңіл, ширақ деген мағынаны береді. Келбет дегеніміз түр, кейіп, кескін деген мағынаны береді. Ал тырысқақ деген қыңыр, ашуланшақ деген мағынаны береді екен. Өлеңнің мазмұнын суретпен байланыстырып әңгімеле. Бұл жерде бізде балалар таза ауада серуендеп, бой түзеп, жаттығу жасап жатқан баланы көреміз. Яғни бұл жердегі бала бізде салауатты өмір салтын ұстанатын бала екені көрініп тұр. Келесі бізге берілген тапсырма ол анықта. Ақын балаларды қандай жақсы әдеттерге шақырады? Бұл жерде балалар ақын таза ауада жүру, шынығу, яғни спортпен айналысу деген сияқты жақсы әдеттерге шақырған екен. Бағала. 4-ші тапсырма: суреттегі қай баланың денсаулыққа зиянды әдетін байқадың? Бұл жерде бізде балалар суретте 2 бала берілген. Біреуі тік отырып кітабын оқып отырса, екіншісі қисайып отыр екен. Яғни орындықта дұрыс отырмау бұл адамның денсаулығына өте зиянды болып келеді екен, балалар. Келесі тапсырма: құра. Салауаттылықты сақтаудың ережесін құрап жаз. Салауаттылықты сақтаудың ережелерін былай құрасақ болады екен, балалар. 1-ші таза ауада көп жүру, яғни серуендеу. 2-ші денені шынықтыру. 3-ші спортпен айналысу. 4-ші зиянды әдеттермен айналыспау керек екен, балалар. 6-ші дені саудың жаны сау деген мақалды қалай түсінесің? Дені сау адамның ақыл ойы, жан дүниесі де, жаны да сау болады екен, балалар. Қорытындыла. 7-ші тапсырма: сөздерден мақал құра. Өлеңдегі негізгі ойды мақалмен байланыстыр. Бұл жерде бізде боларсың, шынықсаң, шымыр деген сөздер берген екен. Осыларды енді құрайтын болсақ, шынықсаң, шымыр боларсың деген мақал шығады екен. Денсаулыққа зиянды әдеттерді жазып шығайық, балалар. Дұрыс тамақтанбау бұл біздің денсаулығымызға өте қауіпті. Тәттіні көп жеу, дұрыс ұйықтамау, тазалықты сақтамау, денені шынықтырмау. Мінекей балалар, осының барлығы біздің денсаулығымызға зиянды әдеттер болып табылады екен. Мінекей балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.